Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Сіздерде қазақ тілі мен әдебиеті сабағы, мен оқытушы Елеусизова Сағыныш Қожабаевна. Сабақтың тақырыбы Мұқағали Мақатаевтың өмірі мен шығармашылық жолы. Сабағымыздың мақсаты ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың өмірі мен шығармашылығы туралы мәліметтер беру, өлеңдерін, әндерін тыңдату, шығармаларына қысқаша талдау жасау. Қазақтың ақыны, ақиық ақын Мұқағали Мақатаев сонау Алматы облысында Райымбек ауданында дүниеге келсе де, өзінің балалық шағы соғысқа тұспа-тұс келгендіктен, Мұқағали бірнеше балалық шақтың тауқыметін тартып өскен ақын. Дей тұрғанмен ақынның өзі де, қаламы да мұқалмай, ақын тұрмыс тауқыметінің қателіктеріне де бой алдырмай, өзі поэзияға, яғни бойына балалығынан дарып біткен ақындығына жол ашқан адам. Мұқағали Мақатаев 1931 жылы қазіргі Алматы облысы Райымбек ауданына қарасты Қарасаз ауылында дүниеге келген. Мұқағали 10 жасқа келгенде Ұлы Отан соғысы басталып, әкесі майданға аттанып, соғыста қаза табады. Үйдің үлкені Мұқағали анасына көмектесіп, отбасына қамқор болып, ерте есейеді. Сол кезден бастап өлең жаза бастайды. 1948 жылы Киров атындағы КАЗМУ-ге, 1953 жылы Шет тілдер институтына оқуға түскенімен, тұрмыс жағдайына байланысты оқуын аяқтауға мүмкіндігі болмайды. 1973 жылы Мәскеудегі Максим Горький атындағы халықаралық әдебиет институтында оқып білім алады. Ол Советтік шекара газетінде жауапты хатшы, республикалық радиода диктор, Социалистік Қазақстан газетінде әдеби қызметкер, жазушылар одағында кеңесші, Жұлдыз журналында бөлім меңгерушісі секілді жауапты қызметтерді атқарған. Ақын 1976 жылы 27 наурызда дүниеден өтті. Ақынның алғашқы өлеңдері 1948 жылдары Нарынғол аудандық советтік шекара газетінде жарияланды. 1964 жылы Ильич атты тұңғыш өлеңдер жинағы басылып шығады. Мұнан кейін Армысыңдар достарым, Қарлығашым келдің бе, Мавр, Дариға жүрек, Аққулар ұйықтағанда, Шуағым менің, Өмір дастан атты өлеңдер мен поэмалар жинағы жарық көрген. Мұқағали Мақатаев, Уолт Уитменнің Шөп жапырақтар, Уильям Шекспирдің сонеттер, Дантенің құдіретті комедия атты шығармаларын қазақ тіліне аударған. Міне, осындай сыршыл ақын, ақиық ақын Мұқағали Мақатаев өз өлеңдерінің тақырыптары алуан түрлі болса да, қай өлеңді, қай тақырыпты алмасын, ол жалған сезімді, жылтырақ сөзді өлеңдеріне қоспаған. Оның өлеңдерінің барлығы да шығармашылығы негізі халықтың зерттеуінен тұрады, яғни өзін-өзі зерттеуден тұрады. Өмірдастан, міне толғаулары, өлеңдері, бұлардың барлығы да психологиялық шиеленіс арқылы шебер жеткізілген. Оны оқып, жақсылап, әсірелеп тыңдайтын болсаңыздар, ақын шығармаларындағы проза болсын, поэзия болсын, драма болсын, қай-қайсынан алғанда да қаламынан шын сезімнің, лиризмнің туындаған көресіздер. Міне соның бірі оның қызы Майгүлге арнап жазған өлеңіне құлақ түреміз. Қайтсем сенің құтылам елесіңнен, отырасың қасыма келесіңде. Сен өлгенсің жаным ау, мен тірімін, көресің бе? Көнген жаным жазаға, қазаға да, өкпелеме сен енді жазалама. Шын болса табысармыз ақыретте, әзірше жаным мені мазалама. Мен деген тірі жанмын, сен елессің, білесің ғой, өлтірген мен емеспін. Мен үшін артық емес сенен ешкім, бірақта сен елессің. Араша тұра алады кім өлімге? Жата бер мені күтіп түнегіңде.
Әзірге тірі жүрсем бұл өмірде, сенің орның оңаша жүрегімде. Май гүлім, гүлім менің, көгім менің, жүрегін қияр дейсің өлімге кім? Сен менің жүрегіммен деген менен елессің, енді маған көрінбегің. Міне осындай ақынымыз, яғни табиғатынан ақындық қасиеті бойында дараланып тұрған ақынымыз, өмірдің қандай саласында болсын, қандай іскерлік ғұмырында болсын, еш уақытта мұқалмаған, өзін өзі өлеңдеріменен қайрап, қайта жүріп, қайта тұруын әдетке айналдырған. Қызы өмірден өтсе де, қызының жаңағы өмір тарихына арнап өлеңін жазып, әрі қарай халық қамына да арнап өлеңдерін жаза берген. Соның бірегейі өзі айтып өткендей, бәрі рас айтқанының, ақ Алламның, құл менен топырақтан жаралғанмын, Құдайдың құлымын мен мұсылманмын, денемде түйірі жоқ ақ арам қанның, ақиқатын аңсаймын ақ арманның деп Мұқағали Мұқатаев өзі айтып кеткендей, ол туған жеріне де, туған жерінен Қазақстанның қай өңіріне болса да, табиғатына, тауына, тасына алған өлеңдерінің барлығы да Мұқағалидың тербенісін, өнерге, өлеңге деген сезімінің жоғары екендігін көрсетеді. Соның бірі өзінің туған жері Қарасазға арналған өлеңінде де: «Қарасаз, қара шалғын өлеңді өстім, жыр жазсам, оған жұртым елеңдестім, өлсе өлер Мұқағали Мақатаев, өлтіре алмас алайда өлеңде ешкім» деп жырлағанның өзі ақынның болашаққа сенгендігін, болашақта қандай артында із қалдыратындығын, яғни көрегендігін көрсетеді. Батар күн, келер күн, атар таң, шығар күн, бәріңе құмармын, осымен осылай мәңгілік тұрармын, өлмеймін сірәда, өлмейтін шығармын деп айтуының өзі ақынның шығарма жолындағы өзінің артына сенгендігі, солай сенгендігінің арқасында бірнеше өлеңдер жазса да, болашаққа деген сенімін еш уақытта жоғалтпаған. Сондықтан ақын өлсе де, ақынның артында қалған шығармалары, іздері әлі күнге дейін жалғасуда. Енді сіздер барлығыңызда ақын туралы өлеңнен мәліметті алдыңыздар. Енді студенттер барлығыңыз Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған әндерді қазір қандай әншілер орындап жүр? Міне осыны үй тапсырмасы қылып сіздерге беремін. Осыны орындаңыздар, және келесі сабақта әрі қарай осы Мұқағали Мақатаевтың поэмаларына тоқтайтын боламыз.